Осы видеолар жоспар үшін емес. Каналыма қош келдің. Есімім Лауражан. Күндер өтіп жатыр. Кейде асығып, кейде тоқтап, кейде күлкі және шаттық. Әр сәт шынайы. Өмір мінсіз емес. Влог менің өмірім. Қош келдің. Заттарымызбен осындай екі адам бар қасымда. Ұқсамаған бір кісінің. Бір осымен бір жаққа бара жатырмыз. Кел Айкерім, описаниеден уже оқыған шығарсыздар қай бара жатқанымызда. Қазір соған жолға шығып бара жатырмыз. Аяқ киімді ки. Бірінші бізді алып кетеді. Потом жезқазғанда ақша жолымызды аяқтап. Кән. Сол жолға шығамыз. Күсіп тұрмыз, алып келе жатырмыз Дәулет. Біз негізі кеше неге шығып кетуіміз керектен пойызбен Қарағандыға үшеумізге билет алған тұғынбыз. Бірақ оған аяқ асты жаңағы достарымыз да шығатын болды да Қарағандыға билетті өткізіп тастап, енді машинамен шығайын деп жатыр. Таңертең жарықта асықпай баратын қылып. Самсаға келдік. Самсамызды аламыз. Қазір біз Жанарқадамыз, шамалы сыртқа шығып демалып, баратын жерлерімізге барып, суымызды алып, сөйтіп реттесіп жатырмыз. Қарағандыға неге бара жатырмыз, потому что Асылханның отпускысы бар, жарты ай отпускысын алған. Мен жаңа жүгіріп келгенмін, осылай ентігіп қалдым. Отпуск алған. Сол бар, потом тағы бір-екі шаруа бар, денсаулыққа байланысты. Соны да тексерткіміз келіп тұр. И басына үшеуміз ғана барамыз ойлағанбыз. Жаңа мен, Асылхан, Айкерім үшеуміз. Ақылдаса келе жаңағы достарымыздың да отпускысы сол уақыт екен. И уақытта мен істейтін бір другі бар тұғын, ол уақытта демалыс екен. Біз қатты көп уақытқа барайын деп жатқан жоқ болдық. Сол үшін бір максимум бір 4-5 күн болады шығармыз, одан көп болмаймыз. И сол үшін жаңағындай шаруаларымыз бітсе көреміз енді бұйыртса Қарағандыға, сосын ар жағынан мүмкіндік болып жатса Астанаға да барып келеміз, болмаса онда Қарағандыдан қайтатын боламыз. Сол мен әдейі ұзартып сөйлеп жатырмын, потому что мен негізі артында отырғанмын. И мына мына кісі негізі алдында отырған, тоже дос баламыз, Асылханның досы ғой. Мына мынау водитель Нұрдәулет, мынау Данчо деген досы. Мынау Асылхан. Асылхан куртка киіп алған екен, Данчо мен Нұрдәулет курткасыздар. И Данчо қайта келе жатыр да. Қайта келіп, алдымнан өтіп жатыр. Міне қазірде ақырындап алдымнан өтіп бара жатыр. Типа мен алдында отырмын ғой. Қашанның артына отырады деген сияқты. А мен типа әңгімені созамын. Әдейі тұрған, типа әдейі өйтіп отырмын. Міне. Енді қазір есікті ашады. Маған қарап той. Тоңды ма? Еще газды күтіп тұр бар. Газ қайдырып атқан ғой. Вау! Фото вес видео.
Вау, қандай күшті. Кет қойма. Ася, код бар еще, кодты жіберем қазір. Ламбет надо. Приходите в гости, заходите, здрасте. Доставкамыз келді. Үйге заказ етеміз. Все, да? Все, что ли? Все, что ли? Спасибо. сөйтіп тамағымызды ішіп алдық та заттарымызды реттедік, потому что бұл үйде біз ертең қалмайтын болдық, себебі суық болды, отопление қатты жақсы емес екен, сол үшін бір күн қонып ертең басқа үйге көшетін болдық. Ал мен душтан шықтым, шашым кеуіп қалды уже, төсекті салып реттеп жатайын деп жатырмыз. Бүгінгі күн осылай аяқталды бізде, жолмен, үймен. Үйге келіп тамағымызды ішіп реттеліп, жуынып, шайынып бір демалып алдық. Енді ұйықтайын деп жатырмыз. Сағат 10 болды, онан кетіп бара жатыр. Кеттік. Қайырлы таң. Біз тұрдық. Мен ұлығым. Айна айғыз. Бір көрсетіп шығайын, балконы бар екен. Мына жері спальный, бір ет тастадық, ұйықтап тұрдық. Мына жерде өз гардеробы, андай заттары бар. Мына жерде айнасы, зал. Мына жерде балалар бар. Мына жерде орны. И кухнясы. Тез-тез өшіп тұрмай, тез-тез. Бір қарап шықсай. Ұлыттау. Бұна үйде жатыппыз. Абьюзер көріндер ма қыздар, жаттамаңдар. Я бүкіл ютуб қатты сразу. Green flag. Her şeyin bırak бүкіл ютуб қатты. Now green flag, now red flag. Жаттамаңдар сендерін. Күшті, как будто Астана сияқты. Бірақ біз қарағатты жүрміз. Клиникаға келдік. Ал біз жаңа клиникадан шығып, басқа клиникаға келіп, өз үйге түскен болатынбыз. Бұл жерде уже Әйкерім екеуміз ғана, папасы өткен өзін тексертуге лорға кеткен болатын. Біз жаңа үйге келдік. Осы үйге кірген кезде екі комната. Спальнич, Әйкерім ұйықтатыр. Мына жерде шкаф. Блогер. Видите татынан? Домашка іздеп жүрем. Айта алмай тұрмын екеуі. Домашка. Жаңа шкафты ашып қойсам екеуі тұр ғой. Сонымен мына жерде шкаф, мына жерде уборный. Күшті. Аттақ. Мына жерде кухня. Жақсы екен негізі. Неге ауыстырып жатыр екен, ол кеше болған квартира шамалы салқындау, бірақ әдемі болған соң барғанымызға, оказывается, кейбір нюанстарды елемедік та, и сонымен енді баламен жүргендіктен басқасын алыстық. Бұл жерде жақсы,
ана жерде бізге не әкеп берген батарея дейтін еді сондай, бірақ онымен қашаған етеміз. Одан сөз деп осы жаққа осы алдық. Ана жерде спальня, Әйкерім ұйықтап жатыр. Ана жер бізде зал. Күшті? Әдемі? Рахмет. Кетіріңдер, бүкіл білетін болдым. Еще мынандай бар екен айтпақшы. Күшті, иә? Прям. Вроде мелочь. Әдемі. Сонда келдік, тамақ ішуге. Дала күшті болып тұр. Осы екі адам бар, екі охраннигім бар арқасында. Ал тамақ ішіп болдық, видеоға түсірген жоқпын. Салып алдық. Әйкерімдікі, именікі қалып қойды, ұлдары жек қойды барлық тамақты. Жүрген. Привет, тендер. Вау, кімді шалегін алған, Әйкерім? Шалегі жоқ еді ғой. Ал бұл келесі күн Асылханның, Нұрдәулеттің жаңағы балчандарымен кездесіп бір басымызды қосқан тұғынбыз. Содан кадрлер. Осы ғана бүгінге, келесі күнді бірге көрейік. Боданы көрсетпедім ау деме, Қарағандыға келгелі. Бүгін шамалы қар жауыпты күндіз. Әйкерім екеуміз 6-дан бері ояумыз. Сағат примерно бір 9:30 болып қалды. Қалаға шығып, завтрак ішуге бара жатырмыз. Завтрагымызды ішіп алып, сосын неге барамыз? Клиникаға барамыз. Әйкерімді ұйықтатып тастау керек. Сосын ЭЭГ деген бар ғой, соны түсіреміз басын. Соны бір түсіріп алу керек болып тұр. Қарағандыға бір келген кезде. Сол үшін 6-та бері ояумыз. Ал бізге ас болсын. Әйкерім гречканы беріп жатыр. Кофем келеді. Осына жетіп тамақ ішіп жатырмыз. Осына бір күшті жер таптық. Амаға да күшті екен. Бізге 3-ші этаж керек. Иә? 5-ге келдік. Ұйқымыз кеп тұр екеуміздің да. Қорқпа, кел ұстап қойын. Ұйқымыз кеп тұр. Чуть-чуть қалшыда. Лифтке қорқып атыр қозғалғаннан. Сер шығамыз. Клиникадан шығып, тамақ ішіп жатырмыз. Ас болсын. Осы тойғанымызбен қайттық ал. Жүр. Ойбай, қалай ұштаттың? Шығар. Басқа шкода тоже все. Нахуя? Семейный болып далаға шықтық. KFC жеуге баратырмыз. Ал? Таңертең қиын болады. Неге? KFC жеуге жатыр. Түсіндім. Байқа, Әйкерім құлайтын сияқты. Жоқ, құламайды. Заказ береміз. Так. Аңғара, да. Крылышки. Бургер. Сырный соус, как всегда.
Үйге келсем кірім аяқталыпты, киімдерім жуылып, сонымен соларды іліп, темный киімдерді сосын кір машинаға салдым. Телевизор шықлап отырып, iCarly'ді тауылдық. Ой, Николодинді. Көріп отырмыз телевизордан. Бүгін қайырлы таң болып жатыр бізде. Заттарымызды жинап, машинаға отырайын деп жатырмыз. Айкерім ойнап жатыр. Бізде бүгін соңғы күн Қарағандыда. Бүгін кетеміз уже. Айкерім үшеуміз, Асылхан, үшеуміз пойызбен кететін болдық. Достары машинамен шығып кетті уже. Бізде бірінші шаруа бітпейтін болды да. Мен ертерек. Ұлдар түнге қалып қалатын болды да. Ал біздікі примерно кешке қарай бітсін деп бір шаруамыз 5-6-да. Жарайды деп пойызға билет алдық, ал олар жаңа шығып кетті. Тамақ ішуге келдік. Қазір Асылхан өз врачына кіреді, мен Айкерім өз врачына барады. Солай. Асылхан отыр мына жерде. Мына жерде білет жарсыздар. Бірінші рет келіп тұрған жоқпыз. Соткам жартыға ойын деп отқам. Есіме түсіп кетті влог түсірмегенім. Кел киінеміз. Иә? Клиникадан шықтық. Айкерімдікі бітті. Енді папасыныкі қалды. Сонымен кешке пойыз. Қайта айта берейін ба? Айттым ба, бүгін айтпадым ба, білмеймін. Айкерім ұйықтап қалды. Қағанат қаратырық. Ойбай, тағам қаратырық. Тамақ ішемізді, сразу вокзалға барамыз. Сосын тамақ ішіп. Мен онда тағы бір кружка алып келейін. Нан керек үші бізге. Жоқ, жемеймін. Нан жейсің, нан ала сал. Үшеу ма? Так. Жолға пирожки ала салайықшы. Айкерін оятып алды. Тамақшы болдық. Не аласың? Не ойнап жатыр? Бұд қалдың? Домик, короче, ішінде немер. Типа анау ғой? Осы ғой? Неміз. Ол анау ғой, бағаны қошты. Иә. Столдың үстінде тұрған ба? Өзі қарап жатыр, что-то көрекші. Мен таңдай. Жоқ. Аны таңдады Айкерім. Мысықтармен ойнап атты ғосына, екі мысықты. Жатқызып, тұрғызып ше. Это с горкой? Мынау менің әлемім ғой. Иісі деген бұрқ ете қалды ғой. Айкерім таңдаған өз ойыншығын алып бердік. Жеттік. Білмеймін. Шау керек. Кел отырым Айкерім, жүре бер. Өзім айтам, иә? Тоқтай бер. Пока жүре бер. Қырық болады апны. Не ішсен ол? Горка ма? Аңғара тал. Тал. Ағасына істеп тұрған. Горка. Екі. Үш. Надо катетеміз. Котты катетеміз. Кесек кателесің бе? Кебірлік катемін жүр. Екі. Үш. Катем. Сындырдым ей. Кателім жетті. Бәріне пока-пока. Бүгінгі влог аяқталды. Сізге ұнады деген ойдамыз. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Біз пойыздамыз. Үйге қайтып барамыз.